Сәлем менің YouTube көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бүгін біз үй жағдайында дәл осындай өте дәмді болып шығатын балмұздақты дайындайтын боламыз. Ол балмұздақты дайындау үшін ең алдымен бізге сүт және балмұздаққа арналған құрғақ қоспа қажет болады. Бұндай құрғақ қоспа кез келген дүкендерден таба аласыздар. Міне осы құрғақ қоспаның мен құлпынайға арналған түрін алған болатынмын. Жалпы әртүрлі түрлері бар. Ең алдымен ыдысымызға 250-300 граммдай болатын, миллилитр болатындай сүтті құямыз. Одан кейін үстіне құрғақ қоспамызды қосатын боламыз. Яғни осы бір қаптағы пакеттегі барлығын қоса берсеңіздер болады. Ол көпте кетпейді. Не құлпынайға арналған түрін қосып жатырмын мен. Не қосқаннан кейін шамалы араластырып аламыз да, одан кейін миксерлейтін боламыз. Не достар, примерно 4-5 минуттай біздің осы қоспамыз, яғни балмұздағымыз қоюланғанға дейін, қоймалжың қоспа болғанға дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Дүкеннен сатып алмай-ақ үй жағдайында да балмұздақ жасауға болатынын біле жүріңіздер. Балаларыңызға үй жағдайында жасап берсеңіздер болады. Міне достар, бізде осындай қоймалжың масса пайда болды. Енді біз осы арнайы контейнерімізге, ыдысымызға осы балмұздағымызды салып, мұздатқышқа 3-4 сағат көлемінде салып қоятын боламыз. Міне достар, біздің балмұздағымыз қатқан, не көріп тұрғандарыңыздай. Міне достар, біздің балмұздақ өте дәмді болып шықты.